Сен Ленин айтқан қағидаларға берік болуың керек. Бірақ неге? Ленин деген біз үшін кім өзі? Осындай сұрақтар менің ойыма жиі келеді. Әсіресе үйге бара жатқан жолда Надежда Крупская атындағы нөмірі 10-шы орта мектеп гимназиясының қабырғасында жазылған «Заветам Ленина верни» деген жазуды көрген сайын бойымда алаңдатушылық пен күмән билей бастайды. Тәуелсіз Қазақстанда туып өскен мен үшін Ленин атты мен тұлғасы бейтаныс. Тіпті Қазақстан тарихы сабақтарында Лениннің егеменді қазақ елі үшін қандай маңыздылығы бар екенін талқылағанда, талдағанда жоқпыз. Сол себепті ол туралы ақпаратты ғаламтордан іздеуге тура келді. Білгенім, Лениннің идеялары қазіргі Қазақстанның құндылықтарымен, заманауи көзқарасымен сәйкес келмейді екен. Алайда неге оның өсиеттері бүгінгі мемлекеттік білім ордасының қабырғасында сол күйі сақталып тұр? Бұл біздің тарихи мұрамыз ба, әлде мектеп әкімшілігінің қазіргі ұстанымы ма? Айтпақшы, мектепке есімі берілген Надежда Крупская кім өзі? Іздеп көріп едім, Лениннің жары екен. Тағы да қызық, оның Қазақстанға қандай қатысы бар? Бұл да жауабы беймәлім күйінде қалған ашық сұрақ. Осы мәселелер бойынша біз облыстық білім басқармасына 2 сауал жолдадық. Бірінші сауал жекелеген сұрақтарға нақты жауап алмасақ та, жалпы жауап мындай болды. Баннер дайындалды, бірақ дәл қазір ауыстыруға техникалық мүмкіндігіміз жоқ, жас айында ауыстырамыз дейді. Екінші сауал қалалық білім бөліміне жолданды. Онда мындай жауаптар алдық. Сұрағымыз: Петропавл қаласындағы нөмірі 10-шы мектеп гимназиясында есімі берілген Надежда Крупский тарихи немесе мәдени бір негізінде берілді ме, және де оның Қазақстанға қандай қатысы бар? Жауабы: Надежда Константиновна Крупская, педагогика ғылымының докторы, КСРО ғылым академиясының құрметті мүшесі. Оның есімі бұл мектепке 1936 жылы берілген. Алайда бұл ақпарат күмән тудырады. Қош, солай болған күннің өзінде де оның біз үшін маңыздылығы қандай? Ел біліміне еңбек сіңірген осы мектепке аты берілуі тиіс қазақ тұлғалары жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Біз бұл мәселе бойынша облыстық мұрағатқа ресми сауал жолдадық, қазірде жауабын күтудеміз. Екінші сұрағымыз: қазіргі ономастикалық саясат аясында бұл мектептің атауын өзгерту мәселесі қарастырылып жатыр ма деп сұрағанбыз. Жауабы: өкінішке орай жоқ, ондай мәселе қарастырылмаған дейді. Ал мектеп ғимаратындағы «Заветам Ленина верны» ұраны қаншалықты орынды? Бұл қазіргі Қазақстан Республикасының мәдени және тарихи саясатына сәйкес келе ме деп үшінші сұрағымызды қойғанда, жауабы: мектеп ғимараты 75 жылы қараша айында пайдалануға берілген. Ұран сол кезінде жобамен қызыл кірпішпен ойалып жазылған, ал қайта жөндеу кезінде бұл жазуды бөлшектемей сол күйінде қалдырған, және де 18 жылы оны жай ғана бір түспен косметикалық жөндеу жүргізгенде жазуды бояп қалдырған болатын. Негізінде «Заветам Ленина верни» деген ұран кеңестік дәуіріндегі идеологиялық үгіттің көрінісі. Ол кезде мұндай ұрандар жастарға коммунистік дүниетаным қалыптастыру құралы ретінде кеңінен қолданып, бүгінде мұндай ұрандардың мектеп ғимаратында сақталуы қазіргі заман талабына қаншалықты сай екенін түсінбей жатырмын. Бұл сұрақта анықтау үшін біз келесі сұрақты қойғанбыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қандай өзгерістер болды? Жауаптары: қазіргі уақытта мектептің тәрбие жұмысы білім министрлігі бекіткен біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде жүзеге асады. Бұл бағдарлама тәуелсіздік, патриотизм, бірлік, әділдік, жауапкершілік, еңбекқорлық, жанашырлық сынды құндылықтар қамтиды. Оқушыларға осы құндылықтарға сіңіру бойынша жүйелі және кешенді жұмыстар атқарылады дейді. Дегенмен, бұл жауапта толықтай сенімділік ұялатпайды. Себебі мектеп қабырғасындағы жазу, Крупскийдің ескерткіші және Ульянов көшесінің өзі өзгеріс байқалмағанын көрсетіп
Бұл түйткілді мәселенің нақты жауабын алу үшін келесі роликте біз мектеп директорымен кездесіп, оның ұстанымы жайлы білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, еркін ой алаңына қосылыңыздар. Кезінде күлгендер қазірде үндемейді, қорғаған бабалар қорлаған басқалар жерімде шайына бүгінде.